Ассалаумағалейкум қазақ елі. Ертең, яғни 29 мамыр күні Астана уақытымен 15:00-де балық шаруашылығына бекітілген су айдындарда немесе учаскелерде ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізудің маңыздылығы тақырыбында онлайн консультация болады. Яғни Facebook, Instagram желілерінде болады. Осы балық шаруашылығына байланысты көкейде жүрген сұрақтарыңыз болса, немесе жаңа кәсіпкерлік, қандай балықтардың қандай объектілерін өсіру керек қазіргі таңда, және оның заңдылықтары, жалпы кәсіппен айналысам деушілерге соның заңдылықтары қандай, ғылыми зерттеу мекемесінің бұл жердегі рөлі қандай, сол жайлы толық сұрақтарға жауап ала алатын боласыздар. Сонымен қоса ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізудің қазіргі таңда қандай маңыздылығы бар. Мысалы, жергілікті су айдындарда, өзендерге, көлдерге, оқшау көлдерге, мысалы, не үшін ғылыми зерттеу жұмыстары жасалады, немесе қай кезеңдерде жасалады, ол қандай мақсаттарда жасалады, және де кәсіптік балық өсірумен айналысушы тұлғаларға ғылыми зерттеу жұмыстарының қандай қатысы бар, немесе қандай көмегі бар, сол жайлы толық мәліметтер ала алатын боласыздар. Сіздерден сұрайтынымыз, жаппай атсалысып қатысыңыздар, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Сұрақтарыңызды қазақ, орыс тілінде еркін қоя берсеңіздер болады. Еліміздің балық шаруашылығы дами берсін. Жалпы бәріміз бірігіп, жұмылып атсалысайық.